Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен біз қысқа арналған тұздалған қияр жабатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде мен рецептімен жауып көріңіздер. Көпте уақыттарыңызды алмайды, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Алдымен қиярымызды осылай мұздай суға 2 сағатқа салып қоятын боламыз. Қиярымызды әбден жуып алыңыз. Дайындап аламыз. Алдын ала заттарымызды хрен, укроп, сарымсақ, қызанақ, болгар бұрышы және де осылай банкілерімізді стерилдеп аламыз. Осылайша барлық затымызды алдымен хрен мен укроптан бастадым. Осылайша банкілерімізге салып шығатын боламыз. Одан соң болгар бұрышын салып шығамыз. Болгар бұрышынан көп емес, 2 түйірінен салсаңыз болады. Осы 5 банкаға маған 2 болгар бұрышы кетті. Сарымсағымыздан да 2 түйірден, орташа көлемдегі 2 түйірден салып шығамыз. Сосын қиярымыз салуды бастаймыз. Барынша нығыздап салуға тырысыңыздар. Ерекше дәм берсін деп осылайша қызанақты салып жібердім мен. Қызанақты жақсы көретіндер қиярда аз салып, қызанақты көп салсаңыздар да болады. Осылайша түйір қара бұрыштан әр банкаға 7-8 штуктан салдым. Осылайша барлығын салып шығып, суымызды осы кезде дайындап қоямыз. Алдын ала қайнатып, қайнап тұрған суымызды дайын банкаларымызға құйып шығатын боламыз. Мінекей дайын болды. Барлығы осылайша қайнап тұрған суды банкаларымызға құйып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Минут өткен соң осылайша банкіміздегі сулардың бәрін осылай ыдысымызға құйып, бұл суды пайдаланбайтын боламыз, төгіп тастаймыз бұл суды. Мінекей 2-ші рет ыстық суымызды құйып жатырмыз. Барлығына су құйып 10-15 минутке қойып қоятын боламыз. Шамалы уақыт өткен соң осылайша суымызды ыдысқа құйып, бұл суды төкпейтін боламыз. Бұл суды газге қойып, қайтып қайнатып алып, өзіне қайтып құятын боламыз. Суымыз қайнап жатқан кезде қант, тұзымызды осылайша салып алатын боламыз. 1 литрлік банкіге 1 қасық тұздан 1,5 қасық қант салым. Ал 1,5 литр банкіге 1,5 қасықтан шамалы көп қантпен 1,5 қасық тұз салдым. Мінекей суым сақырлап қайнап жатыр. Осы қайнап тұрған кезінде, ыстық кезінде осылай банкілерімізге құйып, бетін бірден тастай етіп жауып алатын боламыз.
мінекей банкілеріміздің барлығына ыстық суды құйып шықтым. Бетіне 60-70% уыстан жарты шай қасықтан құйып шықтым барлығына. Осылайша банкілерімізді жауып алатын боламыз. Міндетті түрде менің рецептіммен жауып көріңіздер. Рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдағы уақытта міндетті түрде басқа да керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.